Сәлем достар, бүгін біз қысқы каникулда қалай уақытты өткізуге болатынын айтамыз. Біз тек қана жай сурет салмай, оны необычный способпен жасайтын боламыз. Ол үшін бізге просто карандаш, тут бізде цветные карандаши, біз уже дайындап қойдық соларды. И сосын А4. Біз негізінде осындай блокноттарға істегіміз келеді, бірақ А4-ге істейміз. Бұл идея Айнат ападан келген. Айнат апа, бұл идея саған қай жақтан келген? Жаңа біз завтрак ішіп отырып, мен терезеге қарай отырғам. Сосын қазір давайте сурет саламыз деген. Сосын маған сол суретті необычный способпен жасағым келді, сол үшін осылай ауысып істейтін идея келді. Дайынсыңдар ма видеоға түсіруге? Қандай карандаш? Қандай карандаш? Карандашың көп еді ғой сенің. Ай, любой карандаш аласаш? Айна, құлағыңда тұр ғой. Ой, қызым, леш бі Аянат е саған. Короче, достар, Өте қызық болады. бізбен бірге болыңыздар. Асынас прям құлағына карандаш қойып дайын болып отыр. Сен карандашың қайда деп ойласаң? Ал, кеттік онда. Бастаймыз. Бір-бірлеріңе айтпайсыңдар ма не салатындарыңды? Біз айтпақшы, бір-біріміздікіне қарамауымыз керек, әркім ар жаққа. Ережесі бойынша бір-бірлеріңе қарамайсыңдар. Ал, басталды. Минутқа қоясыңдар ма, қыздар? Сенде құмсағат бар ма еді, Аянат? Құмсағат жоқ па? Қайтып засекать етесіңдер. Давайте онда. Сіз любой кезде стоп деңіз онда. Давайте онда. Тут қойған. Мынау ма? Қыздар бастады. Мен көруме болады, е? Асынас обязательно сразу бояп отыр. Салған. Ана камерадан көрінеді ғой уақыт. Соған қарап не істеймін, айтам уақытты. Сразу бояп жер, Асылназ. Қазір ауысатын уақыт келеді. Бұл андай, типа, минутқа оқыған деген сияқты болады екен. Осындай шығар. Стоп. Енді ауысамыз. Бір затты сөйлеймін. Бояп білген. Осы жағынан да, мына жағынан да. Жоқ, олай емес, бұлай наоборот. Так, давайте. Ой, Коричневый қайда? міне мына жақта. Міне басқа түс екен. Менде жаңа солай жата салдым. Стоп. Коричневый. Міне қойнамын. В общем, Айнат сен салып отқан жануар. Мына жақта табиғаттың суреті сияқты. Мен білемін. Инопланетян шығатын сияқты сендер суреттеріңнен ше. Ой, Мұхаммед тұрды деймін. Қазір Мұхаммед келсе, мына жерде Ураган.
Достар, мен осы природалардың барлығынан андай түр салып шықтым. Бұл ойынның мағынасы негізінен адам любой ситуациядан выход іздеп шығып кету керек. Иә. Бұл ойынды кейін идея болса, негізі толықтыра берсе болады, иә? Әртүрлі идея қосып. Так. Стоп. Play. Сосынша, достар, давайте бүйтейік қыздар. Қазір осы фотоны бітіргеннен кейін сол туралы кішкене бір қалай әңгімелеп бересіңдер, иә, что қызықтырақ болсын, иә, құрастырып. Или андай не жасайық та, комиксы қылып, иә, комиксы сияқты айтып бересіңдер бір-екі предложениемен. Не қылды, асынасы күлдің ғой, бір нәрсе келді ма ойыңа? Басқа зат салып едім, айнадашы басқа зат қол жайып па. Бұл ойынның бір несі, жаңағыдай ешқандай дайындықсыз болды, иә, қыздар, сразу идеясы да болған жоқ. Просто идея, осындай сурет саламыз деген идея болды, бірақ прям осындай сурет салынады, осындай сурет шығу керек деген идея болып атқан жоқ. Сразу ойға не келеді, соны салып, қазір сол туралы әңгіме айтатын болады, қыздар. Мәшине салып жатыр. 40 минут берілсе. Стоп. Ауысамыз. Ал қыздар, оның шарты қандай? Мама, короче, қазір бетеміз. Мысалы, Асланс қазір адамды салып бастайды. А мен болса қоянды салып бастаймын. И сосын 1 минуттан кейін стоп дейміз да, қағаздарымызбен ауысамыз. Сосын Асланстың суретін до конца мен 1 минутта салуым керек. И сосын Асланс менің суретім до конца салады. Қайтадан ауысамыз. Өзіміздің суретіміз қайтадан. Толық бір сурет шығу керек, иә, картина, в общем. Бірақ оны әртүрлі қылып істеу керек. Мысалы, мен қоянды істеп жатырмын ба, Асланс оны қоян қылып бітірмей, басқаша өзінің фантазиясын істеу керек. Вообще фантазияларыңды көреміз, кімнің фантазиясы қай жерге дейін жететінін. Иә, мен сол несіне қарай. Примерно сендердің салғандарыңа қарай не істеп жатырмын, минутқа емес. Достар, бізде ереже сәл өзгерді. Уақытқа емес, примерно салып бір жобаға келді-ау деген кезде. Стоп. Достар, бізбен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.